Сәлем достар, сіздермен бірге Айымбек Асылзатқызы. Бүгін біз сіздермен панкейки пісіретін боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: 2 стакан айран, 2 жұмыртқа, ванилин, сұйық май, 1 шай қасық ас содасы, ұн және қант. Ең алдымен достар, жеңімізді тұруды ұмытпайық. Шұңқыр ыдыс алып, ішіне 2 жұмыртқаны саламыз. Содан кейін 4 ас қасық құмшекерді салып, жақсылап араластырамыз. Сұйықтықты араластырып болған соң, 2 стакан айранды қосып, араластырамыз. Одан кейін 2 ас қасық сұйық майды және шым ванилинді қосып, жақсылап миксермен араластырамыз. Енді ұнды 2-ге бөліп қосамыз. Жақсылап араластырып болған соң, 1 шай қасық ас содасын саламыз. Енді 10 минутқа бетін жауып қоямыз. Біздің сұйықтық 2 есе ұлғаюы керек. Табағымызды орташа отқа қыздырып, бетін маялаймыз. Сұйықтығымызды табаға 1 қасықтап салып шығамыз. Сұйықтықтың бетінде пайда болған майда тесіктер панкейкилердің бір беті піскенін білдіреді. Дәл осы уақытта екінші бетіне аударып пісіріп аламыз. Міне достар, біз жасаған панкейкилер осындай болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Балмен, тосаппен қосып жесеңіздер, дәмі тіл етеді. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.